Енді жалпы қазір заман талабына сай әр адам ақшаны үнемдеп үйрену керек. Неліктен? Қараңыздар, адам өмірі, адам ғұмыры, ол үш кезеңнен өтеді. Балалық шақ дейміз, жұмыс істеу кезеңі, және ертең бәріміз зейнеткерлікке шығамыз, ол үшінші кезең. Енді қазіргі күні ақшаны дұрыс жоспарлай, үнемдей алмасақ, біз ертең баланы қалай оқытамыз, пәтерді қалай аламыз, және ертең біздің болашақ пенсиямыз қандай жағдайда болады деген осы бір сұраққа жауап беру керек. Мен жалпы айтамын, бізді міне мектепте, содан кейін біз жоғарғы оқу білім аламыз, бізді ақша табуды үйреткен бәрімізде. Сіз жұмыс жасайсыз, мен жұмыс жасаймын, бәріміз жұмыс жасаймыз. Бірақ сол ақшаны жоспарлай білу. Жұмсауды үйреткен. Жұмсауды үйреткен. Бірақ үнемдеуді үйретпеген. Жалпы мен айтам, ақша үш кезеңнен өтеді. Табу, оны сақтап қалу және көбейту. Бәріміз табамыз, бірақ мынау сақтап қалу мен көбейтуді ешкім ойланбайды. Сондықтан мен айтам, жалпы бай адам ол ақша көп табатын адам емес. Ақшаны дұрыс жоспарлай білетін, үнемдей білетін және оны көбейтетін адам бай болады. Мысалы, мен мынандай бір мысал келтіргім келеді. Жалпы мен осы ақша жинақтау, үнемдеу деген жерде өте көп оқу сабақ жүргіземін. Мен әртүрлі адамдармен кездесемін, сонда ақша жинайсыз ба десем, жетпейді деп жатады. Бірақ бәрімізде бір теңге бар ма? Кімде бір теңге бар? Бәрімізде бір теңге бар. Бірақ сол бір теңгені 12%-ға банкке салып, 100 жылдай тиіспесек, ол 1 миллионға айланады екен. Бір теңгенің өзі 12%-ға банкке 100 жылға салып қойсақ, ол 1 миллион теңгеге айналады. 100 жылданы банк жабылып қалмайды? Қорқамыз. Ол екінші сұрақ, да? Просто мен оны неліктен айтып отырмын. Расында да ақша жинаймын деген адамға, егер білсе, ниет қойып, соған ақшамды көбейтем, бір мақсатқа жетемін десе, бұны шешу жолдары көп. Енді қазір банк жайлы әңгіме елдер айтады. Банк анау банк банкрот болды, мынау банк банкрот болды, ақшаны салмаймыз, қорқамыз. Мен бір айтып, ол бір сылтау ғана. Қазір Қазақстан егемендік алғалы бері өте көп адам банкте ақша жинайды, депозитке, банктегі. Бірақ сол ақша жинайтын адаммен және жинамайтын адам екеуін айырмашылығы неде? Бұл тапты, бәрін жұмсады, ештеңеге жеткізбеді. Ал банкте жинайтын адам ақшасы жиналып жатыр, капитал болады. Жақсы. Қанат аға, сіз банктерге сенесіз бе жалпы? Сіз енді артық ақшаңыз болса банкке салуға дайынсыз ба? Жоқ, салмас едім. Өйткені салуға да кеңес бермейін деп ойлаймын. Енді бұл жерде қандай нәрсе? Бізде мынандай нәрсе, бұл кісінің сөз айтып отқан сөзіне мен енді қосыла бермесем де болатын шығар. Бұл кісі айтады, табу, үнемдеу. Үнемдеу емес, біз басты мәселе жұмсай білу да, орныменен жұмсай білу. Қандай нәрсе болмасын, оны ақша таптың, ол нәрсені орныменен жұмсай білудің өзі бір өнер. Қарап, өйткені жаңағы айтып отырған, мен мысалға өзім дін қызметкер болған соң Құраннан бір сөз айтып өтейін. Былай деп айтады. Сүлеймен деген пайғамбар өмір сүрген. Өзі патша болған. Дүниенің бар байлығын иемденген адам еді. Дүниенің бар байлығын иемденген кісі. Соның өзіне Аллах тағала былай деп айтады. Ей, Дәуіттің ұрпағы дейді. Дәуіттің балалары дейді. Бай ғой енді олар. Оларға жындар қалаған салып берді дейді. Қандай бір хауыздар, керек нәрсесінің барлығын салып берді. Соның өзінде Аллах тағала айтады. Сендер еңбектеніңдер дейді. Жатпаңдар дейді. Бұл жерде салып қою деген нәрсе адамды еріншектікке, жалқаулыққа келеді.